Армысыздар, қадірлі көрермен. Дара жолы дараланып тұратын бүгінгі кейіпкеріміздің қазақ тарихында алар орны айрықша. Өлкетанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы Қаржаубай Сартқожаұлы дара жолда қонақта. Қарсы алайық. Қош келдіңіздер. Бізді көріп отырған көрермен мына ортамыздағы аспап, нендей аспап екен деп таңданып отырған шығар. Бұл нендей аспап, алдымен осыдан бастасақ. Ауыр да өзі және. Мына аспап, мына Алтайдың солтүстік бетінен, Алтай тауының үңгірінен табылған. Біздің жыл санайымыздан жазанымыздың 5-ші ғасырының мұрасы. Ақсақ-Құланға байланысты аңыз бар ғой, өздеріңіз білесіздер. Сол Ақсақ-Құланда оның аңызында домбыраның мына тесік болмаған. Жаңағы қорғасын құйғаннан кейін бар, оған тесік пайда болды деген аңыз бар. Сол аңыздың шындығын, растығын мына домбыра кәдімгідей бізге айтып беріп отырған сияқты. Мына жеріндегі жазуда күй, шөрі, себет етіміз деген көне түркше жазу бар. Ол күй бізді сүйсіндіреді. Қандай тамаша. Деген жазу. Сонда 5-ші ғасырдың өзінде күй жанр ретінде айтылып отыр. Соған қарағанда бұл домбыра одан да бұрын көне құнну дәуірінен, анау сақ дәуірінен бері қарай жалғасқан мұра сияқты. Жұпар күй шөре себет етіміз деп отыр ғой. Сонда жұпар күй әуені, шөре деген сөз әуен деген шөре. Шөре. Моңғолдың ғалымдары мынау біздің ат қоғызымыз деген сөз шығарды. Мен жеріндегі мына пернелерін кәдімгідей арғай мекен, әлде мына қарағанның қабығы мекен, сонымен пернесін жасаған. Неменеде ол қобызда ондай бола бермейді. Ал енді мен жердегі мына тиегі бұлай ұзыннан, жаңа шек тартыла ұзыннан кәдімгі мынаған жабысып қалған. Моңғолдарда көне түркі жазу болмаған. Онысында мына жазу моңғол тілінде емес, түрік тілінде. Арнайы бейне сюжетіміз бар, соны бірге тамашалайық. Біз Алтайдың солтүстік бетіндегі атақты солтүстік Сеңгір тауының бөктеріндегі Сеңгір үңгірінің аузында отырмыз. Бұл үңгірдің ішінде көне тас дәуірінің суреттері сақталған. Бұл суреттердің зерттеген орыс ғалым, атақты ғалым Оградников. Бұл суреттер біздің жыл санамыздан бұрынғы 25-тен 30 мың жыл бұрынғы салынған суреттер екенін анықтаған. Енді бұл суреттердің ерекшелігі анау Франция, Испаниядағы Әл-Тамир, Оңгидо сияқты атақты үңгірлердегі суреттермен бірдей екендігі анықталған. Осы 2008 жылдары осы Алтай тауының осы бетінен, осы өңірге жақын маңайдан жарғын қайықын дейді ғой, Бақыт тауының үңгірінен тағы да көне дәуірдің біздің заманымыздың 5-ші ғасырдың домбырасы табылған. Ол домбырадағы жаңағы сөзді көне түркі хроникалық жазумен жазылған текстін оқыдық. Сонда қараңыз, сол домбыраның өзі сақталған орынның өзі осы жерде небір 30 километрдей. Осы тауының үңгірде. Мына жердегі, мына бейне таспадағы үңгірде өз үйіңізде отырғандай, сондай бір жайлы отырсыз, көзіңізде бір нұр бар, адам өзінің сүйіктісімен айналысқан кезде ләззат алады ғой. Ежелгі аспапты шертетін адам бар ма қазір ортамызда? Көне түркілердің әуені әуелеп тұрсын. Мен домбырашы емеспін, бірақ осы домбыра әлі күнге дейін тартылады. Әрине, малдың шегінен еріп жасайды. Осы Қаржаубайдың бойына біткен бір қаршыға мінезі бар. Қаршыға құйылмайды, құйылса алып түседі. Бұл өзі бір нәрсеге сенбейді. Сенсе қаршыға сияқты соған тырнағын батырып алады. Мына домбыраның да қазақ руханиятына қайту оңайшылықпен келген жоқ. Ол үшін бұл қаншама айтысқа түсті. Менің Қаржаубай туралы бұл мың атылып аман қалған
Көкшулан деген мәтелім бар. Ардан қозғамай қойын. Бір ғана осыру қадақтай домбыра үшін, бұл 2 жыл ма моңғолдармен екі ортада біраз текетіреске түсті. Ақыры біліммен оларды мойындатты. Егер де біз жөн білетін ел болсақ, осы домбыраны тарихи отанына қайтарып шығарып берген үшін де Қаржаубайға ел болып алғыс айтып алғар едік. Рахмет.